Сәлем қыздар, бүгін сіздермен қазан самса дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: ұн, тұз, су және сұйық май. Барлығын аз-аздан қосып отырып қамыр илейміз. Иленіп дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тұндырып қойып жұмыс жасай береміз. Суаламызды жайып, арасына сары майымызды ертіп, жағып шығамыз. Мен щедрая лето сары майын жағамын. Барлық самсаға сол сары майды қолданамын. Тестамыз дайын, жұмыс жасай беруге болады. Мен 20-25 минутқа тоңазытқышқа салып алдым. Фаршымызға сиыр етін қолдандым. Сиыр еті, пияз, тұз және бұрыш. Барлығын араластырып, самсамызды түйіп бастаймыз. Самсаларымызды түйіп дайындап алдық. Енді қазанымызды қыздырып, астына кішкене тұз қойдым. Яғни самсаның майлары тамғанда иісі шықпау үшін тұзды септім. Енді самсаларымызды жұмыртқаның ағына батырып, қазандарға жайғастырамыз. Қазанымыз қызып тұрған болу керек. Сонда түбі жақсы жабысады. Самсамыздың барлығын қазанға жайғастырып алдық. Енді жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Үстінен күнжіт сепсеңіздер болады. Мен қара күнжіт пайдаландым. Піспей қалады деп уайымдамаңыздар, толық пісіп шығады. Алынуы қиындау болады, сондықтан пышақтың көмегімен самсаларды түсіріп шығамыз. Видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған